Құрметті студенттер, бүгін біз дизайн негіздері пәнінің келесі лекциясын бастағалы отырмыз. Бүгінгі дизайн лекциясының тақырыбы дизайнерлік қызметтің түрлері деп аталады. Бүгін осы дизайнердің жаңағы қандай қызмет атқаратындығы, оның мәнінің қандай болатындығы және ол қызметтің нәтижесінде жасалатын өнімнің сипаты қандай болады туралы біз мәселелерді қозғаймыз. Киім дизайн саласындағы негізгі дизайнерлік қызмет түрлері сол жаңағы дизайнердің атқаратын функциясына да байланысты аталады. Мысалы, дизайнер-конструктор дейміз. Дизайнер-конструктор бұл жасаған жобаның конструкциясын жасайды. Яғни оны пішу мәселесіне лайықтап, тігу мәселесі осы қолға алатын киім дизайнерінің бір бағыты. Сонан кейін барып ең басты нәрсе дизайнердің тапсырыс берушіменен байланысы. Осы жерден келіп барлық жаңа қызметтің, дизайнерлік қызметтің түрі шығады. Мысалы, тапсырыс беруші қандай жаңағы киімнің моделіне тапсырыс береді. Оған қандай киімнің түсі, матасы, орындау технологиясы, тігістері, қалталары, безендіруі, осының бәрін дизайнер ең бірінші не қылады? Ең бірінші сол тапсырыс берушінің ойын, оның талғамын ескеріп, және де ол дизайнер өзі тапсырыс берушіге кейбір жағдайда не қылады? Ұсыныс айтады. Егер форманы былай симметриялық формада шешетін болсақ, болмаса жағаның формасы, болмаса жаңағы костюмнің түймелерінің формасы, безендірудің формасы, материалы қандай деңгейде болатыны туралы кейде ұсыныстар беруі мүмкін. Жалпы дизайнердің алғашқы қызметі сол диагностика болатын болса, екінші кезеңі сол диагностиканың негізінде дизайнер жаңағы жобаның эскизін жасайды. Эскизінің негізінде модель жасайды. Модель әртүрлі материалда болуы мүмкін, әртүрлі суретте болуы. Ізденіс эскиздері деген болады. Ол жаңағы формасының, безендіруінің, материалының, түсінің қандай болатындығын күні бұрын жобалайды. Сонан кейін барып ол тапсырыс берушіге көрсетіп, соларда екеуі нақтылы келісімге келеді. Ал енді тапсырыс берушінің талабына сай келмейтін жағдайда көптеген жаңағы уақыт бекерге өтіп, эскиздердің жарамай қалуы, болмаса даярланған нысанның заттың сәйкес келмей өндіріске жіберілмей қалуы мүмкін. Міне соның негізінде біз мұқият зерттеу жасаймыз жаңа модельге. Мінекей сондықтан да дизайнер модельер, дизайнер конструктор деп айтамыз. Дизайнер технолог сол дайын эскиз негізінде, дайын модель негізінде оны өндірісте бірнеше данаменен шығаратын адам. Қанша тиражбен шығатыны ол тапсырыс берушінің құзырында. Ол қанша тапсырыс берсе, соншалықты жаңағы данамен шығарылады. Тапсырыс берушінің талғамын
өз алдына зерттеу негізінде жаңа конструкциялық жоба пайда болады. Ол жобаның экономикалық жағы өз алдына бөлек. Мінекей жобалау кезінде біз ол қандай шығын кетеді, матаға қандай шығын кетеді, болмаса жұмыс процесінде қандай шығын кетеді, осының бәрі ескеріліп, модельердің жұмысы, содан кейін конструктордың жұмысы, жалпы шығармашылық ізденіс жұмыс, техникалық жұмыстардың бәрі қосылып келіп, осы нені жаңағы бағасы экономикалық мәселелерді шешетін негізгі тұғырлар осылар болды. Сондықтан да мінекей енді кейбір модельдер жаңағы бір данадан ғана жасалады, ол шығармашылық модельдер деп аталады. Шығармашылық модель ол бір экземплярмен жасалып, ол көрмеге қойылады, жалпы көпшіліктің танысуына ыңғайлы жаңағы экспозициялық тұғырда жасалып жарияланады. Ол не тек қана көрмелік экспозициялық тұрғыдан ғана емес, жариялану журналдарда кішкене буклеттерменен тағы басқа сол сияқты мынау қазір компьютерлік дизайн, цифрлық технология арқылы таратылып, ол насихатталады және жарнамаланады. Соның негізінде барып жаңа модельдер трендке айналуы мүмкін. Көпшіліктің сұранысына ие болған жаңа трендтерге. Мінекей, құрметті студенттер, бүгін біз осы дизайнерлердің қызметі, дизайнерлердің түрлері, оны өндірісте өндіру мәселелерін қарастырдық. Әр уақытта біз киімнің бұрынғы дәстүрлі моделдерін ескеріп отырамыз. Ең соңында мынау дизайнердің сараптамалық қызметі айқындауға тура келді. Себебі бұрынғы дәстүрлі бұйымда қандай кемшіліктер болды, қандай артықшылықтар болды. Мысалы, эргономикалық тұрғыда қандай болды, қолайлы болды ма, қолайсыз болды ма, әлде жаңағы адам организміне өте пайдалы жақтары болды ма, әлде зиян жақтары болды ма, қозғалысқа қандай жағдайда болды, болмаса қызмет, белгілі бір қызметтің түріне байланысты қозғалыстарда қандай рөл атқарды. Осының бәрін сараптап келіп, біз жаңа модельді, жаңа конструкциялық құрылымды, жаңа технологияны таңдаймыз. Мінекей, бүгінгі киім дизайнерінің қызмет түрлері және жаңа модельдер менен дәстүрлі модельдер туралы біз талдау жасадық. Осыменен біз лекциялық талдауларымызды аяқтаймыз. Келесі лекцияларға дейін мінекей осы мәселелерді мұқият талдап, пысықтап, жаңа мәселелерді қосып, біз алға қарай зерттеуді жалғастырамыз. Себебі киім дизайнеріне байланысты әдебиеттер тапшы, соның ішінде қазақ тіліндегі әдебиеттер тапшы. Сондықтан да біз неғыламыз, осы әдебиеттермен жұмысты алдыңғы планға қоямыз. Содан кейін барып, әрине, біз графикалық бейнелеу, модель жасау, модельді эскиздерін жасау, ізденістер жасаумен біз айналыса беруіміз керек.
мінекей бүгінгі лекцияның соңына жеттік. Назар салып тыңдағандарыңызға көп көп рахмет деп